Бәйні сәлем достар, сіздермен бірге Мансур Тока-Бока. Бүгін біз сіздермен бірге «Біз баймыз» деген сериалдың 5-ші бөлімін шығарамыз. Ал біз кеттік. Бетуғын жуып болдым, бәрін істедім. Енді бізге қазір бірінші мына керек. Болды. Енді қазір мен киімімді киіп алайын. Қандай киім кисем болады? Мынаны киіп алайын. Мынаны мына жерге қоямын, мынаны мына жерге қоямын, мына жерге. Сосын мынаны мына жерге сүйем. Сумкамды алайын. Енді болдым. Соткамды алайын. Телефоным мне нужно. Енді кеттім. Сен не тұрып кеткенсің? Ой, мама, жоқтап шаршап кеттім. Айтпақшы. Кім? Ой, мен жақта ұмыт кете берем. Ешкім тұрмайды екен ғой. Жарайды. Енді таңғасымды қояйын мына жерге. Енді бізге берейін. Тамағым ішіп алайыншы. Нәмі кофем қандай болып қалды, а? Төгіп тастайын мен мына кофені. Ішін жуып алайын. Болдым. Кеттім мен. Тук. Кім екен тағы? Сен ба? Ой, мына шайды қайтадан қойып берші. Ой, бір. Сүт қайда? Үйде сүт жоқ. Жарайды, пока. Енді қазір тезет тамамды ішіп алайын. Мынаны стелкаға тастаймын. Ал енді боянамын. Мынау сосын шампунь başlamыз. Аба, тоңып кеттім. Құрсын. Тоңып кеттім ғой. Не ашып тұр? Мен балкон ашып тұр екен ғой. Күн қыс ба, күз бе? Түсінбедім. Болды. Енді давай мынаны меселі мына бетім бәрін білдіп тастайды. Крас кетіп. Бана. Мына желетке. Бетім не істеп сәт. Осындай кезде туш. Осындай кезде туш. Қайда туш? Туш қайда? Ой, осындай кезде туш та болмай қалады ғой бір. Жарайды, оданша не қайда таналғы? Мәт таналғы жоқ кен ғой. Не қоя таналғысыз қандай болады сосын? Оппана, беттім. Ойбай, не істеп жатырмын мен?
Осындай жерде туш жоқ па, туш жатып алу керек маған, туш. Енді бізге немді киіп алайын. Опана, и все, я закончила. И немді тағылмай жатырмын. Телефон. Анда емес телефоным. Телефонымды жақтағы. Енді мен не істеп алайын. Тамам шалайын. И все. Ыдышымды ешкім жумақ қойсын. Сосын битоғым жубаламын тездетіп. И все. Енді тездетіп киімді киіп аламын. Жұмысқа барайын. И все. Енді кеттік. Мен кеттім сен. Енді барып документтерді алайық, тездетіп. Все, закон. Алло, сәлеметсіздер ме? Тездетіп абай адрес қалай еді? Кім адрес қалай, Айгүл? Құрманғазы 65/3-ке келесіздер ма? Қазір жазып алайын. Құрманғазы 63. Қазір. Не түсті? Құрманғазы 63/3. Құрманғазы 63/3. Жарайды. Не түсті ғой? Жұмыс кеттіге барып келейік. Ой, мен бару керек бе? Сенен басқа енді кім бар бізде? Жүр, давай, жүр. Мына оңбаған үйдегі алтындарды ұрлап жүр жалғыз ғой, топас. Белгіле, қақа. Отыр. Не себеппен олардың алтындарды? Неге керек? Сендерге не соққан? Айт дегенде айт, өшеға. Ұрлық бойынша сен 15 күнге кетпейсің бұл жақта. Бір 15 жылға кетесің сен. Ровна 345 бабына орай. Маған керек. Неге керек? Сол. Неге керек, соны айтшы. Керек дедім, керек. Айқайламаш. Керек дедім, керек. Мен не болып жатыр жақта? Не болып жатыр? Не болып жатыр? Анау. Саған түскен не бар емес пе? Соның адамы ғой. Не себеппен? Алтын ұрлаған. Бұны 15 жылға жететін не ғой? Неға барлап жүрсің алтын? Тыныш үйінде отыра бермейсің бе? Тамағыңды ішіп, жылы төсекте. Келіңіздер, маған сұрақтарыңызды қойыңыздар. Кеттік, Айгүл. Алтындарымды ұрлауға қалды ғой, құрсын. Соны айтам, бұндайлар жаман. Оңбаған. Түрін қара шешу. Не себеппен ұрладым? Біз үйде жатқанбыз, есікті қаққан, сосын бізге етеріп, анау пистолетпен қорқытқан ғой. Сосын анау алтындарды ұрлап кеткен, сосын мынау кім звондаған ғой сіздерге. Солай болды оқиға. Солай болды ма? Алтындарымды ұрлауға қалыпты уже. Кім подружкам звондап қалды как раз.
Дұрыс болыпты. Нем сізде де 15 күн или 15 жылға қамалады? 15 жылға қамаңыздар. Сот шешім бойын. Сот шешім бойынша. Жарайды, сот қазір бізде шешім қоядым. Сағат сіздер 11-де, 12-лерде келіңіздер. Сот шешімі 12-лерде басталады. Бізге адресін жібересіз ғой. Мен сіздің қазір номеріңізді жазып алайын. Аты жөніңіз Айгүл. Айгүл ма? Мынау емес пе Айгүл? Атымыз солай, екеуміздің. Қачым, дым түсінбей қалдық біз. Жарайды, Айгүл, сізге звондаймын. Жарайды. Соғыңыз. Қазір сағат уже 8:30. Мына жақта отырайықшы құрсын оданша, жаңалық қарап. Не себеппен ұрладың оданша анағыз дұрыс айтты. Үйіңде отырмайсың ба таптыныш? Көтің ұрттамай. Көтің жыбырлап бір. Еще ода пистолет бар. Қайсы пистолетің? Жоқ қой пистолет. Әме оны алып алған бана. Алып алдың ба? Дұрыс болыпты. Сен ше қазір мен қыздан сұрап келеймін, аңғырып тұр. Аны сұрақ келші, сот бола ма, әлі болмай ма? Сот бола ма? Конечно болады. Сот шешімімен бір 15 емес 16-ға кетеді. 16-ға? Жарайды. Сот болады, сот шешімімен 15-ге емес 16-ға кетеді. Жарайды. Сен онда 16 жылға кеттің ал. Сағат қазір 12-лерде басталады. Сот шешімі 12-лерде басталады. Молодец. Енді сен өшері татыр. Сені сұрақ қойық. Мә өз сағат 10 болып қапты ғотес. 10 болып қалып. 10. Мә сіздер әлі кетпеңіздер ма? Ой, жаналық қарап отырып қой. Қазір уже полициялар сот шешімімен сотқа барады. Анау ұрлықшынды алады. Жарайды, дұрыс болыпты. Жарайды, онда сіздер анысы сырттағы машинаға отыра беріңіздер. Жүргізуші. Ал. Ой, нем. Ана машина оталдыра бер. Жарайды. Сот келе жатыр, тұрамыз. Достар, соттың жақтарда болып отыр. Сот келе жатыр, тұрамыз. Отыра беріңіздер. Ганалиева Жәнібек 445 бабына орай 16 жылға сотталады алтын ұрлаған үшін. Ал бәріне сал болында достар, видео қысқаша болды. Сосын салам, давайте.